сұмдық ақпарат. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазақстанда және әлемде болып жатқан жаңалықтар алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Павлодарда оқушы ескерту жасаған мұғаліміне шабуыл жасады. Павлодардағы мектептердің бірінде 9 сынып оқушысы мұғалімге шабуыл жасаған. Мұғалім полицияға жүгінді деп хабарлайды Түркістан КЗ. Телеграм арналарда тараған мәліметке сай, оқиға күзгі бал кезінде болған. Куәгерлердің айтуынша, жасөспірім мұғалімнің мойнына жармасып біраз уақыт жібермей қойған. Оқиғадан кейін қорыққан педагог полицияға арызданған. Павлодар облысының полиция департаменті оқиғаға қатысты пікір білдірді. Ведомство мәліметінше, кәмелетке толмағанды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін тиісінше орындамаған үшін оның заңды өкіліне қатысты әкімшілік іс материалдары жасалып сотқа жолданды. Сондай-ақ оқушының мінез-құлқы кәмелетке толмаған істері жөніндегі комиссия қаралатыны болды. Павлодар облысының балалар құқықтары жөніндегі өңірлік уәкілі Сәуле Шәкенова да жағдайдан хабардар екенін айтты. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.